Баршаңызға сәлем. Бүгін мен бәріміздің сүйікті асымыз майсөкті әзірледім. Ол үшін сөгімізді жылы суға тазалап жуып аламыз. Тазалап жуу барысында арасындағы тастарды теріп алып, бірнеше қайтара жуып, осылай сүзек арқылы суын сорғытып аламыз. Мінекей бірнеше рет жуғаннан кейін біздің сөгіміз барынша таза болады. Мінекей осы ортада біз азғантай ғана суды құйып, қайнатып аламыз. Одан кейін үстіне бір кесе шекерді салатын боламыз. Солай араластырып, шекерді ерітеміз. Және суымыз қайнай бастаған кезде жанелдегі жуып дайындап қойған сөгімізді үстіне саламыз. Барлығын салып, араластыра отырып, суын сорғытамыз. Суы сорғып азайғанша сөкті араластырып отыратын боламыз. Мінекей бізде су тартылып жатыр жайлап. Енді оның үстіне алдын ала пісіріп қойған дайын сүтімізді құямыз. Енді тағы да сүтіміз тартылып, әбден сорғығанша тағы да араластыра отырып пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің сүтіміз тартылып, сөгіміз пісіп жатыр. Енді осындай шүберекке аударып аламыз. Сорғып ары қарай және кішкене суитын болады. Сол үшін мінекей осындай шүберекке жаңағы піскен сөгімізді аударып, барлығын осылай жайып алатын боламыз. Сонда біздің сөгіміздің арасы жақсылап суитын болады, салқындап. Міне барлығын жайдық. Енді сөгім салқындағаннан кейін оны арнайы ыдысқа саламыз. Енді оны біз маймен араластыруымыз қажет. Мінекей біздің майымыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Мінекей алдын ала дайындап қоям. Қазір мен майымызды қосып, жақсылап сөкпен май екеуін араластыратын боламыз. Қолдың көмегімен мінекей осылай. Біздің майымыз неғұрлым көп болса, әрі шекеріміз де көп болса, сөгіміз барынша дәмді болады. Сондықтан майды жеткілікті қосу қажет. Қалауларыңыз бойынша сонымен қатар мейіз қоссаңыздар да болады. Мен мейіз қосуды жөн көрдім. Мінекей енді араластырып алғаннан кейін кесеге салып, арнайы домалақ пішінді форма шығару үшін кесеге салып аламын осылай. Және ыдысымызға, өзімізге қажетті тарелкамызға осылай төңкеріп аламыз. Мінекей майсөк дайын. Астарыңыз дәмді болсын.